Сәлем баршаңызға, қош келдіңіздер менің YouTube каналыма. Бүгін мен өте қолжетімді заттармен жасалатын тауық етінен жасалған картоп жасаймын. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттарымыз, яғни картопымыз, помидорымыз, пиязымыз және де болгар бұрышымыз. Үйде қандай заттар бар, барлығын қоса берсек бола береді. Және де аз ғана тауық етіміз бар. Үстіне аз ғана тұзымызды сеуіп, қара бұрышымызды және магия приправамызды сеуіп, қандай приправа салсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қатты ысытып қоямыз. Арнайы пакетімізге аз ғана майымызды, сары майымызды саламыз. Сары майымызды салып, ішіне картошкаларымызды салып жібереміз. Оның артынан яғни тауық етін де саламыз. Барлығын салып, аузын жақсылап буып аламыз. Және де ауасын шығарып аламыз. Себебі пешке салған екен біздің пакетіміз үлкен болып көтеріліп жарылып кетуі мүмкін. Соның үшін алдын ала инемен, яғни ауасын шығарып алуды ұмытпаймыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 30-35 минутқа салып қоямыз. Мына біздің үлкен болып пакетіміз көтеріліп жатыр. Қолдарыңыз абайлаңыздар, күйіп қалуы мүмкін. Біздің тауық етінен жасалған картопымыз дайын болды. Пакетін осылай аузын ашып, яғни мен бұны пышақтың көмегімен пакетімді кесіп алдым, салғаныма оңғайлы болсын деп. Біздің тамағымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Өте керемет, дәмді болып шықты. Сіздермен бірге болған мен Сатва Ләззат.